Әлемде шикізатқа сұраныс геометриялық прогресспен артқан сайын, терроризмнің де географиялық ауқымы кеңейе түсті. Терроризм деген нәрсенің өзі бірнеше бағыттары бар. Негізгі ең үлкен әлемде таралған түрі бұл саяси терроризм. Көбісі діни саяси терроризм. Неге? Өйткені діни жамағаттар, ячейкалар, қарулы топтарды саяси мүддеге пайдалану. Араб көктемі деген созылмалы дертке айналған дүрбелең Думанның қолына қару алдыртып, бүлікшілерге қосты. Аллахтан қорық дейді. Неге қашасыңдар деп, мысалы, самолет тұрғаннан кейін қайта шегіне береміз. Өздері мысалы майдан алаңына жоламайды. Думан 1990 жылы Степногорск қаласында қарапайым отбасында дүниеге келеді. Мектепте спортпен айналысады. Кейін университетке түсіп, радикалды идеологияның күшімен оқуын тастап кетеді. Есесіне шетелдік қылмыскер әрі псевдоуағызшылардың миға құйған шатпағын ту етеді. Интернеттен неше түрлі видео көріп, жергілікті халық, Сирияның өзінің арабтары көмек сұрағанда, еркек болсаңдар не ағып жүрсіңдер деп, елдерінде бізге көмекке келсеңдер деп. Кешкісін жұмыстан келгенде, мысалы, жатар алдында видео бірдеңе көресің. Бір видеоның артынан тағы басқа видео шығады. Кейін ағам намазға жығылды. Ол намазға жығылғаннан кейін маған қарағанда андай қалай қаттылау болды да дінге дегенде. Сосын ол да мені кейін асықтыра бастады. Тезірек кетейік деп. Ағайынды Сәдуақасовтар оқып, білсем деп рухани өсуге емес, саналы түрде өлімге асықты. Бұл уақытта таяу шығыста билікке, байлыққа таласқызып, Сирияның ресми билігі қақтығыстар салдарынан әлсіреген еді. Сирияға шығу болсын, таяу басқа мемлекеттерге жаңағы дін үшін, Құдай үшін соғысу дейді. Дін үшін, Құдай үшін соғысу исламда қарастырылған, бірақ себеп салдарларын бұлар басқаша бұрмалап өздерінің саяси, әлеуметтік басқа көздеріне жаңағы айналдырып алады. Соңғы 2 жылдағы зерттелген зерттеуге сүйенетін болсақ, Даиш ұйымына қатысты әлемнің 40 тілінде, әлемдегі 40 тілде еркін уағыз насихат жүргізуге техникалық мүмкіндіктермен жаңағы кешенді жұмыстар жасап отыр дейді интернет желісі арқылы. Демек, бұл әлемдегі 40 тіл дегеніміз 40 тілді мемлекетке әсер ету күшін көрсетеді. Сирия стратегиялық тұрғыда өте қолайлы аймақта орналасқан. Бұл ел Еуропа, Азия және Африка құрлықтарының түйіскен тұсы. Демек, көптің көз құрты, ал халықаралық террорлық топтар арқылы жасалған тұрақсыздық алпауыттардың бір-біріне сес көрсету үшін керек болды. Алғашында содырлардың ұраны да, ұстанымы да жер жаһанға тез тарап, қаруы көптің таңдайын қаққызған. Аз уақытта сахнаның шымылдығы түріліп, спектакльдің тасадағы демеушілері әшкереленді. Мысалы айтады бізде таза шариғат деп, Аллахтың заңдары бәрі тең деп. Кейін сөздері мен амалдары сәйкес келмейтінін көреміз. Адамдар шөп жеп жүрді. Кәдімгі жасыл шөпті адамдар жеп жүрді. Өйткені тамағы жоқ. Арабтар ондай жоқшылық көрмеген жоқ. Түрменің өзінде отырғанда, мысалы, бәріміз уайымдап отырдық. Ертең не болады болса? Өлтіре ме, сатып жібере ме? Бірақ Ирактың арабтары мәз-мейрам болды. Уайым қайғы жоқ оларда. Неге екенін білмейміз. Даиш мәселесі мүлде күші жоқ олар. Олар пикаптарға мініп, қолдарында автоматтармен Аллаху акбар деп шақырады. Ал әлемде дамыған соғыс технологиялары арқылы бір аптаның ішінде тасталған шығар олар. Бірақ 7 жыл не үшін күресті олар? Әскери дайындығы бар, керемет диктаторлығы бар, керемет әлемде қорқытып тұрған Саддам Хусейн Ирактың өзін 40 күннің ішінде тасталған шығар. Жердің астынан тауып алып дарға асып тастады. Бұл жерде терроризм артында үлкен саяси мүдделер бар. Осылайша араб көктемі деген атаумен талқандалған мемлекеттердегі дағдарыстың әлеуметтік себептерінен гөрі саяси себептері басым. Көз алартқан алпауыттардың тартысына халықаралық террорлық ұйымдар килігеді, ал Думан сияқты идеологиялық өңдеуден өткендер басын өлімге тігеді. Езгіге түскен халықты құтқарамыз деген желеумен бүтін ортаны бүлік жасап бүлдіреді. Құдай ұрам деген жігітті түйе үстінде ит қабар дейді ғой.
болмаса көпшілігі осы жастар, жаңағы жастар 16 жаспенен сол жаңағы 30 жастың арасындағылар. Олар ішіндегіні қарасаң, өздері бір оқыған не медресесі, не оқыған бір бакалавр несі діни сауаты жоқ, бір мазхабты толығымен білмейді, әдет ғұрыпты да білмейді, тарихты да білмейді, дәстүрді да білмейді. Құран-ы Кәримде де Аллаху Субхану ва Тағала айтады, егер бір адам бір пасық дейді, бір хабар алып келсе дейді, оны анық қанығына жетпей, оны бір іске кіріспеңдер дейді. Іске кіріссеңдер, істеген нәрселерге не қыласыңдар дейді, өкініп қаласыңдар дейді. Өкінгендердің қатарында Думан да бар. Ол бүлікшілер қолынан мерт болған ағасының сүйегі қайда қалғанын да білмейді. Өзі түрмеде. Сот процесі кезінде амалсыздан амал жасадым деп ақталды. Бірақ адамзатқа қарсы жасалған қылмысқа заң қашанда қатал. Ислам әлемінің қазіргі бір проблемасы, біз рационалды бағытты қалдырдық, артта қалдырдық. Қазір мысалы күрес саясатпен емес, ақшамен емес, күрес мәдениет арқылы болып жатыр, қақтығыстардың бәрі. Ал мәдениет дегеніміз не? Ол руханият, руханияттың артында ой жатыр. Сол ойды мысалы кезінде Фараби бабамыз көтерген, яғни Алланы мойындаймыз, дін бар, иман бар. Елімізде қарулы қақтығыс аймағынан оралғандарды оңалтудың бағдарламасы әзірленген. Күрмеуі қиын күреске бірнеше мекеменің теологтары, психологтары тартылған. Алдында осындай түрмеге түскен мұсылман бауырлардың видеоларын көргеннен кейін, мысалы оларда осындай видео шығарып, өкінді, қандай мындай болды деп оң жақта. Мен ол кезде сенбей бердім оларға. Оларды қинады, ұрды, кейін айтқызды деп, өзіміз көргеннен кейін. Содан кейін ғана бастап бірте-бірте көз ашылады деп ойлаймын. Думан идеологиялық құтқарушы емес, керісінше дамыған елді құрдымға құлатып, құлдыратуға күш салғанын түсінгендей. Сол ойдың салмағы оған кесілген үкімнен де ауыр, өте ауыр. Сәдуақасов алдағы 10 жылын қатаң режимдегі түрмеде өткізеді.